Бүгін біз көп таңбалы санға бұрыштап бөлу алгоритмін қарастыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен осы мысалды қарастырайық. 997.500-ді 525-ке бөлеміз. Бұл жерде ең алдымен біз қандай амалды қараймыз? Ең бірінші біз бұл жерде толымсыз бөлінгішті тауып аламыз. Ол бізде 997 болады. Неге 99 емес? Себебі, егер біз 99-ды алатын болсақ, 525-ке бөле алмай қаламыз. Өйткені ол 525-тен кішкентай. Дұрыс, жарайсың. Келесі кезекте біз бөліндіде қанша сан болатынын тауып аламыз. Ол үшін біз толымсыз бөлінгіштен бастап санаған кезде 4 сан шығады. Яғни 997 бірінші сан, 5 екінші сан, 2 0 мен 3-ші, 4-ші санды анықтап аламыз. Жарайсың. Келесі кезекте 997-ні 525-ке бөлеміз. Ол кезде 1 шығады. Яғни бөліндіні бөлгішке көбейтеміз. Ол кезде 525-тің өзі шығады. 997-ден азайтқан кезде 472 саны шығады. Дұрыс, келесі. 472 саны 525 санынан кішкентай болуына байланысты жоғарыдағы 5-ті төмен түсіреміз. 4725 санын 525-ке бөлеміз. 9-дан беріп көреміз. Егер 9-ды 525-ке көбейтсек, 4725 шығады екен. Екеуінің айырмасы 0 санына тең. Демек, біздің есебіміз дұрыс шығып келе жатыр. Осы кезде соңында қалған 2-0 санын бөліндінің соңына тіркейміз. Сонда бізде қандай сан шықты? Бізде 1900 деген жауап шығады. Дұрыс.